Неге Гүлнара әпкемізге қонаққа келдік. YouTube арқылы 20 квадрат шлаушан сатқан. Әр квадраты 150 мың теңгеден 3 миллион теңге жай ғана YouTube арқылы сатқан. Енді өтірік шығар деп келсек, көкеміз де келіп отыр YouTube'тан көріп. Көрші Сарыағашта тұрады. Көрші тұра YouTube'пен көріп келіп отыр мінекей. Живой пример. Жаңа сіздер нелеріңізді көріп, YouTube'ты бір күн пайдаланамын ғой дедім. Мен ауру адам не істейді? Аяғым жүрмесе, телефонды алып аламын да, жай ғана ешқандай микрофон ештеңе жоқ, құр телефонды алып аламын да барып, жаңа тіп-тікесінен қойып тұрып, алғашқы YouTube каналымды бастадым. Сонымен ертесіне екіншісін, үшіншісін осылай 3-4 күн қатарынан жаңағы YouTube'қа түсіре бердім да. Уже қарасам жан-жақтан звонок. Опа, 2 жылдық ескі телефон дәл осымен ешқандай менде ештеңе жоқ түсіретін. Біз енді 70 инструмент береміз, оны дамытуға да. 70-ін қолданған кезде адамдар көзі ашылып, пайда табыс келген кезде таң қалады ғой. Сол 70-дің екеуін ақ қолданғансыз ғой сіз. Канал ашып видео жүктеу дегенше. Сол ғана. Екеуін қолданып 3 миллион теңге тапты деген мен кәдімгі қуанып жатырмын. 13, 14, 15. Міне құрметті кәсіпкерлер, міне біз қазір 2 квадрат шлаушаны тауып 300 мың теңге алып жатырмыз. Вот көз алдымызда мінекей 300 мың теңгеге 300 мың теңгеге сауда болды. YouTube себепші болып, көз алдымызда 300 мың теңгеге сауда болып жатыр. Осы уақытқа дейін 3 миллион теңгеге болған. Бұның бәрі реально мұны. Мінекей құрметті достар, әріптестер, ютуберлер, бүгін біз Гүлнара ханымда қонақтамыз. Өзі ауласында, 8 соттық ауласында биокумус өндіреді. Гүлнара ханым өзі курс алғанда біраз болған, бірақ YouTube-қа салғалы 20 күн болған. 20 күннің ішінде 3 миллион теңге табыс тапқан. Қазір қалай жүзеге асқанын, қалай сізде сондай табысқа жететініңізді барлығын өзі түсіндіретін болады. Ал ендеше кеттік. Саламатсыздар ма? Міне қараңыздар, біздер мына бұрттарды көріп тұрсыздар. Бұл жерде кәдімгі ешкімге керегі жоқ, көште шашылып жатқан малдың көңі. Сол малдың көңін өңдеу арқылы біз калифорниялық шлаушындарға жегізе отырып, осылар арқылы біз табиғи тыңайтқыш биогумус өндіреміз. Ол табиғи тыңайтқыштар шаруалардың, дихандардың өнімдерін 2 есе көбейтеді. Көптеген химиялық тыңайтқыштардың орнын басатын аналогы жоқ. Аллахтың өзі берген сыйы, бұл табиғи тыңайтқыш, ешқандай құрамында химия жоқ. Оны мына көңдер арқылы біздің калифорниялық қызыл шлаушандар өндіріп береді. Сонда мынау көң деген манағы сиырдың, қойдың, жылқының қиларын алып осылай төгесіздер. Және соның ішіне шлаушандар жібересіздер. Шлаушандар оны жеп бізге биогумус өндіріп береді. Яғни асқазанның өтіп оның шыққан зәрі витаминдер, минералдар. Минералдар, дұрыс па? Сол минералдар биогумусқа айналып, біз оны егін шаруашылығында мына жерімізді тыңайту үшін пайдаланамыз. Қараңыздар, бүкіл Қазақстанның жерін шаңы шыққан, барлығы соры шығып, шаршаған жер. Сол шаршаған жерлерді біз тыңайту үшін бүкіл қазақстандық үндеу жасаймын. Барлықтарыңыз бір уш шлаушан болса алып бағып биогумус өндіріңіздер. Біз жер анамызды тыңайтуымыз керек. Бұл биогумус табиғи тыңайтқыш. Оны өндіру ешқандай қиын емес. Мына жатқан көңдерді өңдей отырып, біз шлаушандарға береміз. Жарайды, оны бизнеске айналдыруға бола ма өзі сату? Ал енді біз бұны 2 бағытта жұмыс істейміз. Бірінші бағыты бізде биогумус өндіріп, табиғи тыңайтқыш алып жерімізді тыңайту болса, екінші жағы бізде калифорниялық шлаушандар сату арқылы бизнес жасау. Ал енді калифорниялық шлаушандардың 1 квадрат метрі 150 мың теңге тұрады. Аз мында қазір 100 квадрат жер жатыр сыртта. 100 квадрат әрқайсысын 150 мыңнан санасаңыз 15 миллион деген сөз. Қараңыздар, бұл 3 айда дайын болатын дүние. 1 квадрат шлаушаныңыз 3 айда 10 квадратқа жетеді. Ал 10 квадратыңыз тағы да 3 айдың ішінде 100 квадратқа жетеді. Қараңыздар, аз уақыттың ішінде 1 квадрат шлаушанның өзінен 6 айдың ішінде 100 квадрат өндіресіздер. 3 айда 10 квадрат, тағы 3 айда 100 квадрат болса, сіз 6 айдың көлемінде 15 миллион табыс табуға болатын керемет бизнес. Және де біз шлаушандарды сатып қана қоймай, оны жылқыларды емдеуге, сонан соң мынау қозы жылқылар ауырған кезде жылқыға жұтқызады калифорниялық шлаушанды. Және калифорниялық шлаушандарды қозы лақтарға береді. Олар тез өсу үшін, өйткені калифорниялық шлаушандардың құрамында белоктар көп. Оны ғылыми неде уже әбден зерттеген, қазір тағы да дәрі жасап жатыр. Адамдардың денсаулығына пайдалы. Және сонымен қатар тауық балапандар жақсы өседі. Және мына құс фермаларында тауықтарға пайдаланады. Өйткені олар жұмыртқа туын жеделдетеді.
көп жұмыртқа аласыз. Мына құс фермасында, балық шаруашылығында және малдарды өсіруге, семіртуге, мал бордақылауға пайдаланады. Міне денсаулыққа бұл шылаушанның өзін біз бір ғана бизнес емес, бірнеше бағытта пайдалануымызға болатын дүние. Керемет. Қыста да осы далада өсе бере ме, или осындай теплица керек па міндетті түрде? Жоқ. Мысалы қараңыздар, қазір менде сыртта жатыр. Сыртта жатқанда қараңыздар, жақынырақ келіп қараңыздар. Мына бір бұртты алып қалайық. Мына бұрт деген кәдімгі осы арғы. Мына бір жағы 50 сантиметр, төменгі жағы 30 сантиметр. Бұл күнге қарай уклон етілген. Уклон болған себебіміз, мына төмен күн ысып кетсе, төменгі жағында жатар шылаушандар, ал күн салқындағанда мына жоғары жағына қарай шығады. Жақында бұны үстіміз сабанмен жабамыз. Сабанмен жабатын себебіміз шылаушандар қараңғылықты жақсы көреді, және сабандар ылғалдылығын сақтайды. Ылғалдылығын сақтау үшін Ылғал жер жақсы көре ме өздері? Иә, өйткені бұл не ылғал болу керек. Мына ішінде қазір шылаушандар жүр ме? Шылаушандар кеше ғана тастадық, енді бүгін Алла берсе, ертеңде сабанмен жабамыз үстін бәрін. Жақсы, ал енді ше, қилар екенін көрініп тұр бәрімізге. Бұдан шығатын нәтиже қандай болып шығады, соны көрсете аласыз ба? Биогумус көрсетейін, ішке жүріңіздер. Енді мына бізде палиптің ішінде де қазір бізде биогумустарымыз және шылаушандарымыз бар. Достар, бүгін біз Нұр Мұхаммед бауырымыздың, ініміздің фазендасында қонақтамыз. 200 квадраттық парникте бұл жігіт шылаушан өсіріп отыр екен. Ал, ассалаумағалейкум көпшілік қауым. Мен әжем үйіне келіп биогумус өндіруді қолға алдым. Биогумус дегеніміз жерді тыңайтады. Жақсы. Өзі удобрение ғой негізі? Иә, удобрение. Ол неден пайда болады? Шылаушанның көңінен. Жақсы, қандай шылаушан? Любой шылаушаның ба? Жоқ, Калифорниялық қызыл шылаушан. Жасы нешеде? 12-де. Өте керемет. Бана шылаушандарын көрсетші біздің. Біздің деп тұр ма сенің? Ненің көңі? Қойдың, сиырдың көңілі араласқан. Көңінде бана шылаушан жары жіберіп жүресің, е? Иә. Не, бұл өзің учаскің ба, біреудің учаскысы ма? Бұл тағамның учаскысы. Машалла. Мынау ғой шылаушандар, е? Иә. Көрсетші біреуін алып Калифорниялық көрсетші. қызыл шылаушан. Шылаушандарды сатасыңдар ма? Иә. Қаншадан сатасыңдар? 1 квадрат метрін 120 теңгеден. Не, мыналар. Міне мына қаптарда біз бұны литрмен өлшейміз, өйткені бұлар ылғалды болады, влажный. Міне қараңыздар. Қолмен ұстауға бола ма? Болады, міне. Бұл кәдімгі табиғи тыңайтқыш биогумус, иісі жоқ, иіскеп көріңіз міне. Кәдімгі не сияқты екен, не? Қара шай сияқты? Қара шай сияқты. Міне Бұны не істейді? Бұл табиғи тыңайтқыш. Бұны суару арқылы өсімдіктер тамырына кетеді. Ол қалай бетіне себеп сала ма? Жердің бетіне? Бұны жердің астына, топырақтың астына тастаймыз. Яғни бетіндегі слойды бір сырып аламыз ба? Жоқ, кәдімгідей бұны топыраққа араластырып, бетін топырақпен жауып, топырақпен тастаймыз. Өйткені бұл биогумус суда жақсы ериді. Суға еру арқылы өсімдіктердің тамырына жақсы сіңеді. Және бұл биогумустың сұйық түрі де бар. Ол сұйық түрлерін біз өсімдіктердің тамырына және жапырақтарына шашу арқылы қолданамыз. Бұның сұйық түрі және осындай құрғақ екі түрі болады. Енді түсінуім бойынша астына саламыз, себеміз, сөйтіп бетіне топырақ жабамыз. Сөйтеміз де бетіне су құямыз. Иә, кәдімгі суарған кезде бұны диқандар өзі біледі, қалай суару керектігін. Топырақтың астында бұл ылғалды өте жақсы көреді. Әр суарған сайын өсімдіктің тамырына сіңіп, өсімдіктерді бірнеше есе мол өнім алуға өзінің көмегін тигізеді. Сонда бана химия нәрсе қоспай-ақ, осының өзімен органический, кәдімгі живой, табиғи. Таза табиғи аналогы жоқ тыңайтқыш. Мысалы, Алла тағалам өзі көрсетіп қойған, ормандарда қараңыздаршы, ормандарда ағаштар жапырағын түсіріп, астында бірнеше құрттар, қырқаяқ, ешақ құрттар, әртүрлі жәндіктер жеп, оны биогумусқа айналдырып жатыр. Ешқандай химикатсыз жидектер, жемістер орманда өсіп жатыр. Міне дәл сол Алланың берген сыйы бізге табиғи мына тыңайтқыш бұл биогумус. Бүкіл қазақстандықтар жерлерді тыңайту үшін биогумус өндіруге ат салсыңыздар. Оны сатып алу үшін сіздің номеріңізді айтып беріңізші. 8701-290-5798 номеріне хабарласыңыздар. Прям сізге түседі, телефон. Сіз айтасыз, қалай не істеу керек, барлығын түсіндіресіз. Иә. Басқа қаладан заказ берсе апарып. Егер басқа қаладан бізге тапсырыс түсетін болса, біз оларды пойызға, автобустарға сондай не салу арқылы жібереміз. Жақсы. Бағанағы көрсетіп жүресіз, процессті қалай жүзеге асады? Енді жалпы бана процесс түрін көрсетсеңіз дұрыс болатын еді бағанағы шылаушандарыңыздың. Ол
Кәдімгі шылаушан ба деп ойлап отырмын. Мына жерден шөптің бетін жапқан себебіміз бұл жерде бұлар ылғалды, қараңғылықты жақсы көреді. Міне мына калифорниялық қызыл шылаушандар міне көріңіздер. Мына 1 квадратта қанша штук болады дедіңіз? 1 квадратта 20 мыңнан 50 мыңға дейін болады. Бұлардың кішкене жұмыртқалары болады, және малектары болады. Bir жұмыртқадан 20-ға тарта малектар шығады. Бұлар солай тез көбейетін, апта сайын жұмыртқа тастап, тез көбейеді. Бұна жердің шылаушанына қарағанда бұлар мынандай семья болып өмір сүреді. Сонан соң ешқайда кетпейді, осы жерде өмір сүреді. Мынандай кольцасы барлар, уже мыналар жұмыртқа тастауға дайындалып жатқан. Қайсы не ол кольца? Шылаушан. Міне жерде ақ кольцалар тұр, осылардың барлығы уже жұмыртқа тастауға дайындалып. Осындай теплица болмаса да болады негізі. Жоқ, мына ашық алаңды көрсеттім осы. Болады. Бұл жерде біз просто жай ғана жерді құнарландыру үшін паника тастадық. Паниктің жерді құнарландыру керек қой. Ана сырттан огородтың жеріне тағы тастағанбыз. Кәдімгі ашық далаға уклон жасап тастауға болады. Бұл қысы, жазы өсе беретін жәндік. 15 пен 25 градус аралығындағы температура жылылық берсек болды. 1 квадрат шылаушаннан 10 квадрат шыға ма? Қанша? 30 квадрат. 10 квадратқа тастаймыз. Көбейту үшін. 3 айда 10 квадрат шылаушан болып шығады. Мінекей осындай керемет жаңалық. Менің мына парнигімнің негізгі несі қабырғасын бәрі баклажкадан істелген да. Кәдімгі ешкімге керек емес, мұсыда жатқан баклажкалар. Мен оның барлығын жаңа базарға барам, үйге келгенімше жолдың екі бетінің барлығы баклажка шашып жатады жаздың күні. Қайтар кезде жаңағыдай жақсылап тұрып, үлкен не пакет алам, сөйтіп соған саламын да жинап келемін келгенше. Ол жеп жеңіл, көтеріп келем. Балаңыз намыстанады. Балалар ұсады, мама мұсыдан бомыш құсап, баклажка жинап жүресіз, балам бұл деген жатқан байлық қой, сендер түсінбейсіңдер. Мен мұсырдан алмаймын ғой, көшеден екі бетіне шашылып жатыр. Мен оны теріп келем жинап. Зато ол қарасаңдаршы деп. Тазалық жасап жатырмын. Ұқпайды, мен намыстанады. Мама екінші, мен сатып әкеліп беремін сізге. Сатып әкелмей ақ қой, тегін жатыр әні. Деймін да, жинап келем, сөйтіп жүріп, жаңағыдегі полный айнала баклажкамен қосап шықтық. Сөйтіп теплица жасадыңыз. Паниктің жасадық. Енді ол паник болған сыртына ең арзан, ең жұқа көлеңке тұттық та. Ішінен де сондай, ең жұқа, ең арзан көлеңке. Сонда ортада қалған баклажка термостат болып қалды да. Жылы іші. Төбесіне қымбат жақсы көлеңкемен жаптық. Турецкий қымбат көлеңкемен жаптық. Айнала ең арзан көлеңкемен жаптым. Енді балам армияға кетейін деп жатқан кез ғой. Сөйтті мама деді, мен биыл уже октябрьде, ноябрьде уже балам ноябрьдің бірінде армияға кетті ғой. Сөйтіп осы паникті балам егіп беріп кетті барлығын. Дайындап егіп беріп кеткен. Мен пенсия жасында емеспін, пенсия алмаймын, өкіметте жұмыс істемеймін. Мен біреудің қазын табағым жоқ, есік сыпырған ғой. Мүмкіндігім жоқ, оны істей алмаймын оны, ше. Сонымен мен үйде отырып ақша табуым керек қой. Бір нәрсе егем дедіңіз ғой, паникте. Сонымен паникке укроп ектік. Укроп ектік, қысы менен паникті укроп бола берді. Ал енді стеллаждар жасап қойған айналасын бәріне балам. Сол стеллаждарға біз мына жағына пияздар ектік, мына жағына кәдімгі опилкаға күз ғой енді. Топырақ жоқ, жердің өзі құнарсыз. Опилкаларға не ектік, редиска ектік, жерге чеснок ектік, салатовый лист ектік, жерге укроп ектік. Сонымен Қытай сияқты 2 сотық, 6 сотық айналдық та. Жаңа анақтарған есіған сапеланың бәрін алып, жаңа сапела еді үйге алған. Сол сапеланың бәрін 6 қатарға балам бұлай құрып берді да. 6 қатарға балам құрып беріп, жаңалдегі не істедік, агропон жасадық. Сонымен жаңалдегі біз стеллаждарға агропон жасадық. Агропон дегеніміз бидай менен жүгеріні өндіру. 7 күн бойы осындай өндіреміз да, үйде қазылар мен тауықтар болды. Сол қазыларға, тауықтарға береміз да, өндіріп. Сол бір аптада тауысатын бір қап жемді біз бір айға жеткіземіз да, сол экономиямен. Біз қысы менен жаңағыдегі тауықтың балапандарын, қымбат тауықтар саттық, және де қаздардың балапандарын өсіп, қаздар саттық. Көктемде біз жаңағыдегі инкубатордан шығарамыз ғой. Қай жыл болып отыр ол? 2020 ма? Жоқ, былтыр. Биыл 2 жыл ғой енді. Балам армияға кеткен жыл, соң армиядан келген екен тағы да. Осы ары қарай жалғастырып отырмыз да. Ешқандай паника от жағылмайды, ол парик қой. Сөйтіп, сонымен айналысып отырмыз. Енді мен аяғым, енді шылаушанды әкелді, Калифорния шылаушанды бұнда 1 квадрат жерге тастап қоя салдық. Бір шетіне. Сонымен 20 сантиметрде жатты. Енді іші жылы қылмай деп көктемге дейін жақсы өсті олар жазымен. Мен енді ауырып қалдым. Балалар стройка жасады, үйде өзіміздің стройка тамсалып. Сөйтіп, мен енді ол шынымды айтсам шылаушанға қарауға мүмкіндігім болған жоқ, денсаулығыммен әуре болдым. Как раз августта жаңағыдай сіздердің нелеріңізді көріп, ютубты бір күн пайдаланамын ғой дедім. Мен ауру адам не істейді? Аяғым жүрмесе. Сонымен таяқ сүйеніп барып келем ана жерге. Таяқ сүйеніп шығамын, сөйтіп жаңағыдай осы
YouTube каналын пайдаланамын деп ойладым, мен барым осы бір күн маған керек болады деп. Сонымен уже октябрьде мен аяғымнан тұрдым, Аллаға шүкір, қазір өзім жүріп жатырмын, таяқ тастап. Көп емделдім. Дәрігерлерге рахмет. Сөйтіп емделіп болғаннан кейін енді жан кірген екен, огурцқа қарай бастадық шлаушандарға. Мен басында тек биогумус үшін ғана Балаңыз не істемейді? Мойындамайды оны. Балам жоқ, ол жазымен Не істейсің шлаушанды деймін? Балама қажет емес, мама. Біздің мама постоянно бір істеп жүреді. Қоя берші дейді да енді. Сөйлеуге көңіліме қарайды деп қоя салады да қолдарын. Сонымен не керек? Балам жазымен қолы босаған жоқ. Енді екі қызға үй салды, еш уақытымыз болған жоқ біз. Балам десең уақыты болған жоқ. Сонымен кешегіде күз болғанда балам енді мыналардың барлығын ретте жұрттар миллиондар тауып жатыр осы шлаушаннан. Өзіңдей бала жұмыс істеп қара, миллион тауып жатыр дегенде мама деді, сол шлаушанмен сызбай беріңізші деді. Болды. Өздері аяқтан мияқтан сатып әкеліп, сөйтіп 10 жыл бойы жұмыс істеген біз ұстаздарымыз болған. Семейден Асқар аға бар, Алматыдан Пернебек бар, Шымкенттен Бақытжан деген бауырымыз бар. Міне осылар баққанда, бірақ ешқандай жарнама жасап, былай YouTube-қа шығару деген оларда болмағанда. Сіз ғана жарып отырсыз десеңізші. Мен YouTube-қа салып. Иә, осы жақында ғана жаңағыдегі өзім жақсы болдым, алдым, мына жаңағыдегі мына жиен балам Нұрмұхамед бар. Екеуміз осы маған көмектесті, жаңа каникул кезінде сабақтан сұранып келіп, екеуміз жаңа осы мен тек ақылшымын да, енді бұл бала әкеп нелердің бәрін тасып, дайындап, бүкіл бұрттарын дайындадық, гөңдерді жууды, бұрттарды дайындап, шлаушандарды көшірдік. Сонан соң мен айттым, мына шлаушандар деген уже қайнап жатыр, азып кетті дедім. Сөйтсем ол тамақтың жоқтығынан азып кеткен, до такой степени көбейіп кеткен. Мүмкін емес, ана бір жынап қазір көресіз ғой, шығып бүйтіп жынап жатыр. Сонымен не керек, біз сатамыз дедік. Оны сату үшін не істеу керек? YouTube-қа жарнама жасау керек. Сонан соң мен телефонды алып аламын да тікесінен былай қойып тұрып, жаңағыдек бар білгенімше YouTube курсты алдыңыз. YouTube курсты алдым. Оған дейін бір бала түсіріп кеткен, YouTube-қа, бір бала салып кеткен. Бірақ контакт жаза қалдырмаған, барлығы көріп деп қоя салған. Ештеңе жоқ. Сонымен телефонды алып аламын да, жай ғана ешқандай микрофон ештеңе жоқ, құр телефонды алып аламын да, барып жаңа тікесінен қойып тұрып, ақша аяқ астында деп жаңағыдегі өзімнің немнің бәрін түсіріп шығамын. Түсіріп шықтым. Сол бір 800 просмотр жинаған, Сол 20 күннің ішінде уже 800-ден астам просмотр жинап отыр. 20 күн деген ол жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. 20 күннің ішінде сондай 800-ден астам просмотр жинауы. Сонымен мен түсірдім, бірінші рет YouTube-қа түсірдім, өзімнің нелерімнің бәрін алып. Бекжанның миын ашып жатсыз. Түсіріп, сонымен енді жүктеу керек қой оны. Жүктейін десем, мына жерде басқа біреу мен телефонды балалар YouTube канал ашып қойғанда, өзім Нұрқожа қожалығы деп ашайын десем, аша алмаймын. Екіншіден жаңағыдай қалай жүктей алмаймын. Сонымен Бекжанға звондаймын, Бекжан айтады, апа былай істеңіз. Сонымен екеуміз түнгі сағат 12-ге дейін шұқылап отырып, мен жаңадан Нұрқожа қожалығы деген канал аштым. Ана каналдан бөлек бір телефонда екі канал ашу білмеймін ғой. Сонымен аштық, енді өзімде сауатсыздық. Сонымен Бекжан түнгі сағат 12-ге дейін отыр, апа былай жүктеңіз. Андай болып қалды, андай для детей басталып кетті ма, ограничение қойып қойдым, бір нәрсе қойдым әйтеуір. Мынандай болып қалды деп жіберемін, апа мынаны басыңыз, мынаған кіріңіз, мынаған шығарыңыз. Сонымен не керек, екеуміз түнгі сағат 12-ге дейін отырып, алғашқы YouTube каналымызды шығарамыз ғой жарық. Ештеңесі жоқ. Я болмаса ава қою деген жоқ. Аваны мына Нұрмұхамед балам келіп қойып берді. Ол шұқылап жоқ білмеймін. Тіп-тіке жаңағыдай қалай болса солай шығарамын. Бір үйреніп алдым. Осы телефонмен түсірдіңіз, Дәл осы телефонмен, кешіріңіздер, Алло. Алғашқы YouTube каналымды бастадым. Сонымен ертесіне екіншісін, үшіншісін осылай 3-4 күн қатарынан жаңағыдай YouTube-қа түсіре бердім да. Уже қарасам жан-жақтан звонок. Телефон қоюды білмеймін, бетіне телефон қоюды білмеймін. Кәдімгі қазақбайский айдай берген ғой. Телефоны жоқ, басқасы жоқ. Комментарийға жазып жіберіп телефоныңыз жазыңыз, жаңа білгенше жазамын комментарий ақырында болмаған екен. Менің байланыс нөмерім деп нөмерін прямо YouTube-та айтам ғой. Жазу білмеймін ғой, бет ештеңе қою білмеймін, былай өзгерте білмеймін. Қалай түсіремін, дәл солай тіп-тікесінен қойып жіберемін. Телефон нөмірімді YouTube-та айтам. Сол YouTube-тың жаңағыдегі маған шапағаты YouTube-тың арқасында жан-жақтан осындай звоноктар келе береді да. Апай, мен сізді YouTube-тан көрдім, апай, сіз YouTube-тан көрдім, шлаушан дегенне, биогумус дегенне, Калифорния шлаушан дегенне, жан-жақтан телефон тынымсыз, ана жақтан жұмыс істеп жатам, телефон қолымда сөйтіп екі ортада жүгіріп жүремін. Міне сол YouTube-тың арқасында. Қанша сатылым жасадыңыз? Аллаға шүкір, уже 20 квадраттай сатып қойдық. 20 квадрат, квадратын қаншадан сатасыз? Квадрат 150 мыңнан. 150 мыңнан. 3 миллион теңге жасап қойдыңыз ба? Бір YouTube каналмен ба? Өтірік шығар? Неге өтірік?
Аллаға шүкір бүгін қазір тағы да адамдар келе жатыр. Енді ана бір каналмен қанша 3 видео салдыңыз ба? 10 видео салдыңыз ба? Қанша видео салдыңыз? Білмеймін, 10 шақты шығар. 10 видеомен 3 миллион теңге жасау деген бір шынымен бір керемет адам сенгісі нәрсе болып отыр. Телефоныңызды көрсетіңізші біздің көрермендерімізге. Түсіріп жүрген телефоныңыз. Экрандасын. Мына телефон, я? Аты не бұл телефон? Oppo деген телефон. Қанша тұрады? 110 мыңға алған бір 2-3 жыл болып қалды алғаныма. Ол кезде 110 мың тұратын. Иә. Қазір бұл 60-70 мың теңге тұрады. Білмеймін енді. Мен балама алдым, аты қандай десем, жоғалтып алған телефон. Redmi деген телефон алдым. Камерасы да керемет, дауысы да жақсы да. Бұл Oppo 2 жылдық ескі телефон, дәл осымен ешқандай менде ештеңе жоқ түсіретін. Даже микрофон да жоқ. Дәл осымен түсіремін, осымен жарнама жасаймын. Ең бастысы YouTube'та халық мені көріп, YouTube арқылы маған адамдар шығып, міне қазір көз алдымда звондап жатыр ғой. Осында қазір жаңағыдай 2-3 звонок түсті. Біз сізді YouTube'дан көріп, апай хабарласып жатырмыз деп Чардардан бір жігіт хабарласты. Және Атыраудан Бағдыгүл апай хабарласып жатыр. Жан-жақтан сол YouTube арқылы көріп хабарласып жатыр. Өткенде Жетісайдан бір жігіттер түн ішінде келіп, біз сізді YouTube'дан көрдік. Кажа жолда жүріп көріп қалған, прям Шымкенттен келіп, түнгі сағат 10-да кіріп, мынаның бәрін көріп, прям свет жағып, телефонмен көрсетіп, сөйтіп олар енді 1 квадрат шылаушан аламыз деп, енді қазір көңілін дайындап жатыр. Кеп кетті. Бұның бар YouTube-тың құдіреті, жарнаманың құдіреті. Мысалы 10 жыл жұмыс істесе де біздің жігіттер, ұстаздарымыз жарнама жасамаған екен. Олар айтады, мен жаңалде чатта отырмыз ғой. Мен YouTube-тан жаңалдегі жарнама жасаймын да, адамдардың бәрін чатқа қосам, айтады, апай чатты жарып жіберді. Кешегіде семинарға барғанда өзім таңғалдым. Машинадан түсіп жатыр, мен басқа адамдар да бар ғой. Топ машинадан бір 20 шақты машина жан-жақтан келіп тұрдық қой. Сөйтіп бір андай жаңалдегі шылаушан өсіп жатқан жерге бардық та, түсіп бәріне түссек, бәрі келіп Гүлнар апа біртүрлі болып қалдым да. Қасында етмалардың бар деп па? Бар, апа сізді біз YouTube-тан көреміз, апа сізді YouTube-тан танимыз, сізді постоянно видеоңыз көреміз, біз сіздің подписчигіңізбіз деп жас балалар деді. Айтады, Гүлнар апа сіз чатқа шығып сөйлегенде біз прям шылаушан алдында қалай жүгіріп барғанымызды білмей қаламыз деп қояды. За такой себебі біздің ана қызығушылығымыз оятып жібересіз дейді, әкеп тастап қоямыз, өсе береді деп жүреміз ғой дейді. Сіз айтқанда жүгіріп қалай шылаушанға барғанымызды білмей қаламыз. За такой себебі сізді чатта күтіп жүреміз. Содан бір чатта отыр едім, шылаушан сатамыз деген чатта. Шымкентскіде мен шығарып жіберді чаттан. Сөйтіп біреу звондайды, Гүлнар апа сіз қайда кеттіңіз? Азаннан бері чатқа қараймын, түк қызық емес. Бардақ бұл сіз жоқсыз, сіз дауысыңыз шықпай жатыр дейді да. Мен басқа чат ашып шығып кеттім, ол адамдар көбейіп кетті дедім да. Басқа адамдар көбейіп, мен басқа жаңа чат аштым, сонда отырмын, сонда түсіндіріп жатырмын. Десем, мен сіз жоғалтып қойдым, кейін бір шығаттан, ешкім жазып жатыр, қайдасыз депті. Энергияңыз тасып отқан сіз ақ болып тұрған. Енді жоқ, бізде бар чатта отырғандар, біздің өте білімді ұстаздарымыз бар. Біз сол ұстаздардың арқасында жаңағыдегі Асқар аға, Пернебек, Бақытжан деген біздің бауырларымыз бар. Солар бізге мықты ұстаздар, олар 10 жыл тәжірибеде жаңағыдегі өлтіріп талған кездер болған, күйген кездерде, табыс тапқан кездерде болған, сол ұстаздардың арқасында біз солардың білімінен, соның тәжірибесінің арқасында біз қазір осында дамып отырмыз да. Негізінде сол кісілер бізге постоянно информация беріп, қандай сұрақтарда, қай уақытта да жауап беріп отырады. Соның арқасында біз өзіміздің білімімізді, тәжірибемізді дамытып отырмыз қазір да. Керемет жаңалық. Өйткені мен әрдайым айтамын, бір нәрсені істемес бұрын соның ілімін меңгерген адамнан сұраңыздар деп. Иә. Шылаушан өсіруден бана Бақытжан секілді ұстаздардан алып жатыр екенсіз. Иә. YouTube үйретуді бана бізден алып жатыр екенсіз. Сондағы мен бір таңғалып жатқаным, біз енді 70 инструмент береміз оны дамытуға да. 70-ін қолданған кезде адамдар кәдімгі көзі ашылып, пайда табыс келген кезде таңғалады ғой. Сол 70-дің екеуін ақ қолданғансыз ғой сіз. Канал ашып видео жүктеу дегенше. Сол ғана. Екеуін қолданып 3 миллион теңге тапты деген мен кәдімгі қуанып жатырмын да қазір. Қараңыз, ұсақтарын қараңыз міне. Міне көрдіңіз бе, мына майдаларын қараңызшы, міне сізге міне. Міне майдаларын көрдіңіз бе? Міне мынаның бәрі малек міне. Мыңдаған шылаушында міне. Бұл ең жаңағыдай уже бұлар неден уже шыққан. Бұның бәрі малектар. Бұның бәрі уже балалары шығып жатқан. Мына уже қараң биогумсқа айналып кеткен. Мына жерде әбден жеп биогумсқа айналдырғанда бұл қазір бұл жерде корм аз. Көрдіңіз бе? Корм аз міне. Қараң сыртының өзінде міне жинап жатыр. Мен қазір кішкене аударам. Мына қолмен ұстауға болмайды да, бұлар біздің қолымыз 36 градус. Термический ожог алады. Сол үшін міне қараңыз, мен жай ғана аударып көрсетемін. Міне шылаушанның тығыздығы уже мына жердің бәрі қараңыз, мынау тұрғанда уже биогумсқа айналып кеткен жерлерде көрдіңіз бе? Уже биогумсқа айналдырып, бұған корм тастау керек. Міне
бұларға көрін тағы тасталды. Мына астын бәрі уже биогумус, мына жақтың бәрі биогумус міне. Мынау кәдімгі міне биогумус, иіскеп көріңіз, иісі бар ма жоқ па? Ұстай беріңіз қолыңызбен. Міне ешқандай да иісі жоқ. Міне кәдімгі құрғақ шай сияқты. Бұлар влажный болады, өйткені бетіне су жатады ғой. Ал енді біз бұны литрлеп сататын себебіміз, бұл бірде құрғайды, бірде су болады. Сондықтан біз жаңағыдай литрлеп сатамыз да. Өйткені бұл құрғап кетсе, бесі жоғалып, сен мен алдапсың деген сөз айтпау үшін біз бұны литрлеп сатамыз. Ал енді мен сізге тағы бір түсіндірейін. Енді біз қалай тексереміз влажныйсын, ылғалдылығын. Қазір қараңыз, мынаны былай ұстаған кезде, мынаны бетінен алсам, қараңыз, шашылып кетті ғой. Бұл су аз деген сөз, көрдіңіз, бұл бетінде құрғап, су аз деген сөз. Енді ішкі жағын аламыз, шлаушаны ұстап қалмайын. Шлаушандар, төмен жақта да бар екен ғой шлаушандар. Енді қараңыз міне. Бұлай ұстап жібергенде ой, шлаушаны ұстап қалдым ғой, мұз жібердім. Міне, құрт болып қалды, көрдіңіз бе? Су тамшылап тұрған жоқ, көрдіңіз бе? Су тамшылап тұрған жоқ, ылғалдығы бұл норма. Сіз қарапайым қолмен осылай тексересіз да бұны. Ылғалдылығы қандай деп осыны. Мына бетің мынандай құрғап тұрғаны ол ешнәрсе емес. 2-3 сантиметр құрғайды. Біз бұндан жауып тастаймыз сабанмен. Пока іште болған екен, қазірге еп тұрмыз да, мына жаққа ұстатып, сосын жауып тастаймыз. Ал енді Бұның біз үстін жапқандағы міндетіңіз не сіздің? бетін жабатын себебіміз бұл шлаушандар қараңғылықты жақсы көреді біріншіден. Екіншіден ылғалдылықты ұстап тұрады мынау. Бетін жаппай ылғал болып тұрады да, постоянно. Солай болып тұрады. Ал енді біз мынаның бетіне постоянно су сепкеннен кейін мынау тығыздалады. Тығыздалады да ішінде метан газдары пайда болады. Сондай метан газдары пайда болған уақытта біз кәдімгі бесаханы алып мынаны аударып шығамыз. Аударған сайын мыналар көпсіп, мыналар кеше аударылғанда уже көпсіп ішіне ауа кіріп метан газдар шығып тұрады. Сол үшін мысалы енді қыстың күні көп су сеппейміз ғой. Бір айда бір рет па жаңағыдай лекамен су шашып или немен су шашып шығасыз да, содан кейін бір рет аударып қоясыз. Тығыздалып кетпеу үшін. Тығыздалып мындай метанға жиналмау үшін бір рет істеп қоясыз. Сонан соң тұзды су және хлор су болмайды. Мына құдықтың астынан шыққан адам ішетін келмек су болады. Мал мен адам ішкен суды себуге болады да, ащы болғанмен. Ал енді өте тұзды су, хлор суды бұл неге пайдалануға болмайды. Шлаушандарға. Бұларға кәдімгі өзім ішіп жатқан су болу керек. Арқын су сияқты. Иә, бұның енді температурасы 15 пен 20-25 градустың арасында бұлар қысы жазы өсіп көбейе береді. Көріп жатсыз ғой, майда молекулаларының өзі жинап жатқан көріп жатсыз. Мына жерде қараңыз, 1 квадратта қаншама 20 мыңнан 50 мыңға дейін шлаушан жатыр мына жерде қазірше. Мына жерде бұлар бәрі биогумус өндіріп жатыр, қарап тұрсаңыздар. Өйткені бұл сіз биогумус өндіргіңіз келсе 1 квадратқа 1 квадрат шлаушан тастайсыз. Олар тез арада сіз мына неңізді көңіліңізді жеп биогумусқа айналдырады. Мына уже тығыздығы көп биогумусы болып кеткен жер. Біз бұны сатылмай қойған себебіміз сол. Бұл тығыздықта тұр. 1 квадратта 20 мыңнан 50 мыңға дейін шлаушан бар. Мына жақтың бәрі осы 40 квадрат жер сатуға қойылған жер. Яғни бана биогумус өндіру үшін 1 квадратқа 1 квадрат шлаушан жасайсың. 1 квадрат шлаушан. Егер көбейту үшін шлаушанды көбейткің келсе 10 квадратқа 1 квадрат. Өйткені бұлар тығыз жерде тамақ жеп қалу керек қой. Тез өндіріп тастайды. Өмір сүру керек, тез тамақ жейді. Ал енді мына кеңістікте жатса, олар рахаттанып, жаңа туып, көбейіп, мол бірден көбейеді да. Кеңістік, мына жер қазір кеңістік. Мысалы мына 30 квадратқа 3 квадрат тасталған шлаушандар сол сияқты. А мына жерде қазір квадратна квадрат жатыр. Бұл жерде өте көп көріп жатқандардай балалары қаншама сондай тығыз болып жатыр бұл жерде. Енді көке сіз Инстаграмнан келдіңіз ба, Ютубтан келдіңіз ба? Біз бұл кісіні сол ютубтан көрдік қой негізі. Жаңа сізді көз алдыңызда айттым, сіз қаяқтан білдіңіз деген кезімде мен сізді ютуб арқылы келіп отырмын деп айтты. Нөміріңізді жазып қойдыңыз иә сол жаққа, иә? Иә. Мықты. Ютубта жаңағыдегі аузымен айтқан жерім бар. Енді күшті ютубер емеспін. Сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында жаңа екі-ақ нені меңгердім ғой, жаңа жүктеуді, канал ашып жүктеуді тек сонымен ғана мен қазір осыншалықты жұмыс істеп отырмын сол ютубтың арқасында. Қазір чат ашып отырмын, адамдар жан-жақтан звондап келеді, звондап сұрайды. Мысалы осы кісілерде мен жаңағыдай телефон арқылы маған звондап жаңағыдай келіп отыр. Жақын жерде тұрасыз ба? ютубтан көріп. Сарыағаштан келіп. Енді осыны бизнеске айналдырам десе, 1 квадрат бағанағы нені сатып алса 150 мың. Ол қанша уақытта көбейеді және қанша уақытта сата алады оны? 2 ай, 3 айда. Мысалы қазір қыс қой. Қыста міне қазір декабрь ма, январь, февральда күн егер осылай жылы болып тұратын болса, 3 айда 10 квадратыңыз уже 100 квадратқа кететін болады. Мысалы мына кісі қазір 10 квадрат 20 квадратқа тастайды. 2 нені 2 квадратты. 20 квадрат көктемде 2 айдан кейін февральда уже дайын сатуға.
уже 20 квадрат полный не бола ма бағанағы Чылаушан? Шылаушан болып кетеді. Уже февраль айында 3 айдың көлемінде мына 20 квадрат сатуға дайын болады. Соның мына аға егерде 10 квадратын сатса 1,5 миллион бола ма? Қалған 10 квадратын 100 квадратқа шашып тастайды. Көрдіңіздер ма? 3 айда тағы 100 квадрат. Жаздың күні бұл қатты дамиды. Өйткені өседі. Өйткені күн жылы ғой. 15 пен 25 градус ұстап тұрсақ, қазір де бұлар мына көріп отырсыз, көбейіп туып жатыр. Кальциясы барлар уже оларды туайын деп тұрғандар. И бір коконның өзінен 20-ға тарта малек шығады. Малек деген мұның балалары. Қой өсіргеннен тиімді екен ғой. Қараңыз, енді қара, сіз енді тыңдап көріңізші. Мысалы сіз мал бордақылайтын деп есептейік. Bir бұқан 250-300 мыңға аласыз ба? 300 мыңға алып 7 айда 150 мың теңге пайда көресіз. 7 айда 150 мың теңге пайда көреді екен. Содан кейін мен айттым, сен сол бір бұқаның ақшасын әкеп сал, 300 мыңға дедім. Мына кісі қазір 300 мыңға алайын деп тұр, 20 квадратқа тастайды. Соны 3 айдан кейін 100 квадратын сатса 1,5 миллион қолына ұстай ма? Нешесі мысалы өзіне пайда берді. Ал қалған 10 квадрат 100 квадратқа шашып жібереді. Қараңыздар, бір жазда ол қанша 100 квадратыңыз 15 миллион теңге болады. Жай 100 квадратың 3 ай 4 айда, сол айналдырған 7 айда сонда 15 миллион табыс бере алады. Ал сіздің бұқаңыз 7 айда барлығы 150 мың теңге пайда береді. Соны есептеп отырмын. Ал енді мына диқандарды қараңыздар. Кеше мен бір диқанмен сөйлестім. Былай дейді. Мен қауын егем деді. Апа қымбат екен, ана мынау айттым, тоқта дедім. Сен негативін тоқтатып тұр, сен мен бірінші тыңда, мен саған кәдімгідей есеп беремін дедім да. Сен осы жерді алу, егу, көшет алу, суғару, налогын төлеу, дәрі алу, химикаттар, соның бәрін есептеп, шілдеде сен уже қауының дайын болады дедім. 1 гектар жерден қанша аласың? 1 миллион аламын деді. Сен 1 миллион алсаң 1 гектар жерден дедім. Ал енді сен соны жай ғана 150 мың теңгесін ғана сал дедім да. 150 мың теңгесін салып, мақұл 50 мыңға сен гөң ал. Сонымен 200 мың теңге шығын шығарда сен 7 айдан кейін көрші дедім. Сенің 10 квадратың 100 квадрат болады, 100 квадратың 15 миллион болады дедім. 7 айда сен 15 миллионды гарантия қолыңа ұстайсың. Өйткені 10 квадратыңды 3 айдан кейін 100 квадратқа тастайсың. Ал сон 100 квадрат 3 айдан кейін сатшы. 15 миллион болады. Сенің табысыңды неше есе ақтайды. Бұл биогумус дегеніміз аналығы жоқ, табиғи тыңайтқыш. Біздің Қазақстанға жаңадан келген жаңа мүмкіндік. Біздің Қазақстанда әлі биогумус өндірушілер жоқ. Өте аз, біз даже мыңға да жетпейтін шығармыз чатта отырған адамдаршы. Енді бастап осы 1 жылдың көлемінде адамдар енді ғана Шылаушан алып, енді ғана мықты бастап істеп жатыр да бұны. Мен баста биогумус үшін бұл тірлікті бастағанмын. Өйткені мына жерім қараңыздар тозып кеткен, шаңы шыққан, өң әкеп төгем шырмауық шығады, жантақ басады. Күйлет арам шөптермен меніңше. Ал енді мына биогумустан арам шөп те шықпайды. Сізге химикат та керек жоқ. Дәмді сапалы, 2-3 есе сапалы өнім аласыз бұдан. Ал енді жаңа диқанға айттым, сен көктемге дейін сенде биогумус пайда болады дедім. Сол биогумус сен апана еккен қауыныңа сал дедім да. Сен 1 телешка алатын болсаң, осы биогумустан кейін 2 телешка алатын боласың дедім. 2 есе саған өнім береді. 1,5-2 есе саған өнім береді. Осы биогумустан. Зато табиғи дәм кәдімгі. Бала күнде жегенде табиғи қауын жейсің нағыз. Химикат емес. Сен жаңа көрдің бе пайданы қандай екен? Ертең анау сен Қойсаңшы телефон. Я жетті ма бұны? Болды. Орын жетті. Взятка емес бұл. Айтерді 12, 13, 14, 15. Міне құрметті кәсіпкерлер, міне біз қазір 2 квадрат Шылаушаны тауып 300 мың теңге алып жатырмыз. Қолда келе. Құдай берекесін берсін, сен тапқан табысыңның берекесін берсін. Аумин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я Аллахым, мынау істеп жатқан істерімізге, тапқан табыстарымызға Құдай тағалам өзің береке берегір Аллахым. Я Аллахым, мынау осы жұмысты бәрімізге бастап қолдауымызға өзің нәсіп етегір Аллахым. Я Аллахым, деніміз сау, өміріміз ұзақ болсын, бала шағаларымыз көп болсын. Осы тапқан табыстарымыздың бәрі отанымызға, отбасымызға, бала шағаларымызға бұйыра берсін. В общем, бүгін көз алдымызда YouTube'тан іздеп келіп 300 мың теңгеге алып кетті. Мен басында енді өтірік шығар енді, ұнау үшін айтып жатқан шығар деп ойлағам. Инстаграмнан басқа жақтан келіп жатыр көде. Жоқ, телефон номерін еш жерге қалдырмадым, тек қана YouTube'қа қалдырдым. YouTube'тан келіп жатыр 3 миллион табыс 20 күннің ішінде. Бұл жақсы көрсеткіш. Сол секілді сіздер де өздеріңіздің кәсіптеріңізді жай ғана YouTube'қа жүктей отырып, сіздер де әрине табысты бола аласыздар. YouTube'пен даму туралы толыққанды мәлімет алғыларыңыз келсе, маған Инстаграмға жазыңыздар, дайректке. Сонда супер информация болатын болады.
Сонда кездескенше.